Баршаңызға сәлем. Осындай жұмсақ күшті ватрушки жасаймыз. Видеоны қармас бұрын ең алдымен менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бірінші қамырымызды жасап аламыз. Ұнымыздың жартысын ситадан өткіземіз. 60 грамм шекер, 1 шай қасық дрожжи, 4-тен 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Алпыс миллиграмм сүт құямыз, 2 жұмыртқа және де 60 грамм ерітілген сары май салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қамыр шықты. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм творог қажет. Творогты жақсылап тұрып, ұсақ шашпа болғанға дейін езіп аламыз. Бір жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, 1 ас қасық ұн, 4-тен 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша құрамына 2 ас қасық мейіз немесе цукаты салуға болады. Қамырымыз көтерілді. Енді оны 10 немесе 12 бөлікке бөліп, шарғылып дөңгелетеміз. Одан соң орталарын стаканмен немесе қолмен ойыш жасап дөңгелек қылып басып шығамыз. Орталарына творожный начинкамызды 1 ас қасықтап саламыз. Енді ватрушкалардың бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 20-30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 жұмыртқа және де 1 ас қасық суды араластырып, ватрушкалардың бетіне жағып шығамыз. Енді ватрушкаларды 180 градусқа дейін қысып тұрған духовкаға беті қызарғанға дейін 15-20 минутқа жібереміз. Ватрушкаларымыз дайын болды. Осындай әдемі, жұмсақ, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал маған видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің жаңа рецепттерімді ең бірінші болып көру үшін профилімдағы колокольчикті басып, уведомленияны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.